Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге адал ақша ақ ниет туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналының дамуына үлес қосыңыздар. Өміріміздің басты бөлігі жұмыс жасаумен өтетіні рас. Дәл қазір ақшасыз күн көру тіпті мүмкін емес. Алайда жоғарғы оқу орнын бітіріп, жұмыссыз жүргендер жетерлік. Әсіресе қыз баласына оқуға түсу, жұмыс жасау қиын. Себебі бірі оқуға түспей тұрмысқа шығып, енді бірі оқуын бітірмей тұрмысқа шығамын деп жұмыссыз қалады. Ал дәл осындай жағдайда қыздар қандай және қайда жұмыс жасауы мүмкін? Осы сұраққа жауап іздеп, шалғай ауылдың тұрғыны Гүлзираға жолықтым. Ол мектепті ғана бітірген екен. Жоғары оқуға түсуге мүмкіндігі болмағандықтан тұрмысқа шықпақшы болып шешім қабылдапты. Әңгіме барысында қыз баласының тағдыры қиын екенін қайталай берді. Басымнан өткен бұл жағдайды көпшілікке айтқаным дұрыс не дұрыс емес екенін білмеймін. Сол үшін өзім туралы нақты ақпарат бере алмаймын. Кейін ата-анам немесе туыстарым оқып, менің қиналғанымды білгенін қаламаймын. Бірақ оқырмандарыма ниетің ақ болса, адал ақша табуға болатынын айтқым келеді. Тұрмысқа шыққанымда жасым небәрі 17-де болды. Оң солымды танып үлгірмеген балғын қыз едім. Ата-анама қиындық тудырмайын деп, жігітіме тұрмысқа шығуға келісім бердім. Әрине өзіммен жасты қыздарға қарап қызығамын. Мен де үлкен қалаға барып, белгілі бір маман иесі атанып, жаңа ортаға түскім келген. Алайда пешенеме басқа нәрсе жазылса керек. Мен тағдырыма ризамын. Ерте тұрмысқа шыққанымша еш өкінбеймін. Қыз бала қонақ, сондықтан ертерек өз орнымды тапқаным үшін өзім өте жақсы сезінемін. Мені жұбайымның үйіндегілер жылы қарсы алды. Жас болғандықтан бәрін өздері үйретті. Әрине бастапқыда басқа отбасына сіңісіп кету сондай қиын көрінді. Үй тірлігінің бәрі өз мойныңда. Әсіресе ауылдың тіршілігі бітпейді ғой. Дегенмен ата-енеме алғыстан басқа айтарым жоқ. Мені қолдап отырады. Қызылорда облысына қарасты бір ауылда тұрып жатырмын. Адам ниеттенсе, бәрі оңнан болатынына сенемін. Себебі ешқандай оқу бітірмесем де, ел қатарлы ақша тауып жүрмін. Күнделікті көрші әжейді бағамын. Уақыт тауып үйіме де қарайласамын. Әжемді ұйықтатып келген соң үйімді жинаймын. Тамағымды әзірлеймін. Қазір жасым 20-да. Айтпақшы, кішкентай қызым бар. Келін болғандықтан бәріне үлгіруге тырысамын. Бастысы адал жолмен ақша тауып жүрмін. Ауылда 75 мың теңге деген қомақты ақша. Жұмысым да өзімнің жағдайыма ыңғайлы. Үйіме жақын, өзіме қатты ұнайды. Ата-енем де менің ел қатарлы ақша тауып жатқаныма қуанады. Шындығында қалада да бұл өмір өз алдына мамандық болып есептеледі емес пе? Сондықтан көрші әжемді қарауға барғанда өзімді сондай бақытты сезінемін. Бала күнімде тәрбиеші болғым келетін, балалар мен қарттардың көңілін көтеретін іспен айналысқым келетін. Сол себепті өзімді қалаған ісіммен айналысып жүрмін деп есептеймін. Қыз бала тәрбиесінде ананың орны ерекше. Сол себепті енем өзінің қыздарына айтқан ақылды маған да айтып отырады. Дәл қазір атам туған әкемдей, енем анамдай болып кетті. Әрине әке-шешемді, бауырларымды қатты сағынамын. Ауыл арасы жақын болғандықтан мүмкіндік болса барып тұрамын. Бір сөзбен айтқанда, қандай қиындық болса да, бақытты қыз, бақытты жар, бақытты келінмін. Әйел адамдардың төзімділігінде шек жоқ. Осындай жап-жас қыз ата-ененің жағдайын жасап, келіндік міндетін абыроймен атқарып, өмірге сәбиін әкеліп, жарына да көңіл бөлгенімен қоймай, егде жастағы кейуананы да күтімге алған. Шынында да ниет болса, екі қолға бір күрек табылары рас па деймін осы. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.